Құрметті оқушылар, бүгінгі әдебиет сабағының тақырыбы сөздің бірі сүйінбай. Осы сабақта қарастырылатын оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Және осы сабаққа байланысты бағалау критерийлері: бірінші, шығарма үзінділерімен жұмыс жасайды; екінші, үзінділерді жатқа айтады; үшінші, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашады. Жаңа тақырыпқа көшпес бұрын алдыңғы оқуды еске түсіру. Бірінші сұрақ: Сүйінбай Аронұлы кім және қай жерде дүниеге келген? Екінші сұрақ: қандай шығармалармен таныссыздар? Үшінші: шығармаларының негізгі идеясы қандай? Төртінші: Сүйінбайды айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған кім? Бесінші сұрақ: Сүйінбай мен қатаған айтысына Жамбыл ақын қандай баға берген? Және соңғы сұрақ: Сүйінбай тағы кімдермен айтысқан? Осы сұрақтардың жауабын жазғаннан кейін біз тақырыпқа шолу жасаймыз, яғни жаңа тақырып бойынша бейне жазба көретін боламыз. 1847 жылы қырғыздың бай шонжар манабы Орманхан шешесіне ас береді. Осы асты өлтірек ақыннан 21 жасар Сүйінбайды батырдан сұраншыны қасына ертеді. Барлығын жайғастырған соң қазақтың атқа мінер алпыс жақсысы менен қырғыздың жақсылары бас қосады. Бұл асты Орманхан басқаруды Қарабәйтікке тапсырады. Қарабәйтік патшадан шен алған адам. Бір уақытта Бәйтік сөз бастап: тезек, осы ана отырған аққұба жігіт Сүйінбай емес пе дейді. Сонда ат аталған Сүйінбай тезектен бұрын сәлемдесіп былай деген екен: Ассалаумағалейкум, сәлем бердік, мүбәрәк жүздеріңдей жаңа көрдік. Атақты ашиынын құттықтауға бауырлас қырғыз елі саған келдік. Жақсылары қосылмайды қайда шаңға, жетеді арыстандар қашқан аңға. Қанжантай Қарабәйтік әтекеңмен кеп қалдық саламдасып Орманханға. Арғатаң еретекең батыр жантай, басыңа киген бір күн қызыл алтай. Ақ қалпақ ағайынды көрмек үшін боларын осы астың күттік алтай. Бас қосқан екі халық ұлы жиын келген соң сөйлеу керек сөзден қайтпай. Хан орман болмас іске бұрылмайды, Қанжантай Ақсұңқардай қырындай деп. Мейвалы шынар ағаш Қарабәйтік сан торғай бұтағында шырылдай деп. Қамшысын Қарабәйтік тапты ұстасу, қалайша күлі қырғыз қырылмайды бей. Оқу мақсатына қатысты талқылау сұрағы. Бірінші сұрақ: кейіпкер бейнесін дауыс ырғақ арқылы танытуға бола ма? Келесі сұрақ: дауыс ырғағын келтіруде қандай өлең өлшемдерін ескеру керек? Үшінші сұрақ: бунақ дегеніміз не? Төртінші: 11 буынды өлеңде неше бунақ бар? Бесінші: Сүйінбайдың лирикалық кейіпкерін таныту үшін қандай дауыс ырғағы қажет деп ойлайсыздар? Ақын үніне тән ырғақ қандай? Яғни осы соңғы сұрақтарға жауап берген кезде біз кейіпкердің бейнесін аша алады екенбіз. Енді тапсырмаларға көшетін болсақ, бірінші тапсырма: ұнаған екі шумақ үзіндіні мәнерлеп жатқа оқыңыз. Оны бейне жазбаға түсіруге болады. Бұл тапсырма бойынша дескриптор үзіндіні жатқа оқиды, дауыс ырғағын мәнерлеп жеткізеді, үшінші орфоэпияға сай оқуды ескереді. Келесі тапсырма: берілген үзіндінің талдау үлгісі бойынша мысал келтіріңіз. Сіздерге екі шумақ үзінді берілген айтыстан. Оның талдау үлгісі: буын саны 11 буынды, бунақ саны 3 бунақты, ұйқас түрі
ААБА, яғни қара өлең ұйқасы екені көрсетіліп тұр. Дәл осылай өздеріңізде басқа үзіндіні алып, буын саны, бунақ саны және ұйқас түріне ажыратып жазуларыңыз керек. Осы тапсырманың дескрипторы талдау үлгісін қолданады, үзіндіден мысал келтіреді, талдау жұмысын орындайды. Енді ұйқас түрлерін сіздерге көрсетіп кетейін. Бізде 7 ұйқас түрі бар. Қара өлең ұйқасы, шұбыртпалы ұйқас, ерікті ұйқас, кезекті ұйқас, шалыс ұйқас, егіз ұйқас, аралас ұйқас. Өздерің атауына байланысты ұйқастың түрлері әріптермен белгіленіп көрсетілген. Яғни шұбыртпалы ұйқаста бірыңғай бір-біріне ұқсайтын ұйқастар түрі қатар келуі мүмкін. 4 жол, 5 жолда кейін ол соңғы буындар өзгеру мүмкін және қайтадан осы қайталануы мүмкін. Ерікті ұйқаста бірінші, екінші, үшінші, төртінші жолдар ұқсайды. Кейін бірінші мен екіншіге ұқсас ұйқастар қайталанып келеді. Кезекті ұйқаста, мысалы, бірінші, екінші жолдары өзгеше болуы мүмкін, кейін үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы жолдары ұқсас болуы мүмкін. Шалыс ұйқаста бірінен кейін бірі, яғни бірінші ұйқаспен, бірінші жолмен үшінші жол, екінші жолмен төртінші жол ұқсас болып келуі мүмкін. Егіз ұйқаста бұл жерде екі жолдан немесе үш жолдан бір-біріне ұқсас болып аяқталуы мүмкін. Аралас ұйқаста бірінші, мысалы, шалыс ұйқасқа ұқсас болуы мүмкін, кейін шұбыртпалы ұйқаспен жалғасуы мүмкін. Осындай ұйқас түрлері бар, яғни осы сіздерге үлгі болады. Осы бойынша сіздер талдау жұмысын жүргізулеріңіз керек. Енді осы сабақ бойынша рефлексияны 5 саусақ әдісі арқылы ұсынамын. Бас бармақ, яғни сабақты ұнаған тұсын көрсетесіздер. Екінші сұқ саусақ ескерту, яғни қандай ескерту жасауға болады. Қалған саусақтар, яғни сабақ туралы жеке пікірлеріңізді жазып қалдыруға болады. Осы сабақ бойынша кері байланысты және тапсырмаларыңызды мұғалімге WhatsApp арқылы немесе пошта арқылы жолдауға болады.